Саламатсыздар ма, YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен жасыл бұршақтан салат жасайтын боламыз. Сонымен бізге керек жасыл бұршақ, сәбіз, пияз, петрушка, сарымсақ, қара бұрыш, күнжіт, қызыл бұрыш, сұйық май, кішкене сары май, тұз керек болады. Сонымен бірінші жасыл бұршағымызды тазалап аламыз. Екі жағын кесіп тастаймыз. Өзімізге керегімізше бөлшектеп алатын боламыз. Мен қысқалау етіп, салатқа ыңғайлы етіп турадым. Мен осылай қылып үшке бөліп жаттым. Енді осыны бір 3-4 минутқа қайнатып алатын боламыз. Ащы нелер шығады, кішкене жұмсарады. Солай суға салып 3-4 минутқа пісіріп қайнатып аламыз. Оған дейін пиязымызды майдалап тураймыз. Бұл салатқа болғаннан кейін соншалықты үлкен қылып тураудың керегі жоқ. Осылай майдалап етіп турау керек. Сарымсақты қолдан турадым. Кішкене ірілеу болып туралды бұл. Сәбізді теркіден өткіздім. Бәрі бір сәбіздің салмадым бәрін. Өйткені менде жасыл бұршағым қатты көп емес, шағын азғана ғана. Болгар бұрышын турадым. Жаңа жерде көрсетуді ұмытып кетіппін. Жасылын, қызылын жартылай қылып турадым, солай майдалап. Міне енді 3-4 минут қайнады, кішкене жұмсарды. Бұны осылай суытып қоя тұрамыз. Оған дейін біз бұны мұздай суға салған себебі жасыл түрін әдемі сақтайтын болады. Сондықтан мұздай суға салдым. Енді сары майымыз бен сұйық майымызды қосып, жаңа туралған көкөністерімізді қуырып алатын боламыз. Пиязды, сәбізді. Кішкене бұқтырып алып, кетай болып қалды. Сарымсағымызды салдық. Жасыл бұршағымызды салдық. Болгар бұрышын кішкене тірілу болған жақсы. Соңына таман майға бір аунатып алу керек. Сарымсағымызды бәрін салып, енді петрушкамызды саламыз, тұздаймыз осы жерде. Қара бұрышымызды себеміз. Қызыл бұрышымызды кішкене дәміне қарай себеміз. Міне біздің жасыл бұршақпен салатымыз дайын болды. Сіздермен бірге болған Лейла. Видеоны соңына дейін көрсеңіз, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп отырыңыздар.